Құрметті ағайындар, міне біз бүгін жұмыс сапарыменен Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Әлжан ауылына барып келдік. Әлжан ауылының жағдайы сізбен біз ойлағандай мәз емес. Өткенде өңір басшысы, Солтүстік Қазақстан облысының басшысы, әкімі Астанада брифинг өткізгенде ауылдардың ахуалы алдағы уақытта қолға аламыз деп айтқан болатын. Сол жұмыс сапарымен жолға шыққанымызда Әлжан ауылына барып, жағдайды көзбен көрдік. Инфрақұрылымы дамымаған, ауылының ішінде жол жоқ, ауылға келетін ауданнан қатынайтын жол жоқ, ауыз су жоқ. Бірақ бір қызығы, ауыл бұрын ірі шаруашылық болған екен. Қазіргі тұқым сақтайтын, бидай төгетін қырманы керемет болып тұр. Осы Көкшетау қаласының тұрғыны Жанат ағамызбен кездесіп тұрмыз. Әлжан ауылының тумасысыз ба? Иә, Әлжан ауылының сода 65-ші жылғымын. Сол міне 20 жылға жақын ауылдан кеткеніме. Кеткен себебім балалар есейіп қалды. Өзімнің әйелім қайтып кеткеннен кейін балалардың соңына осында келдім. Алдында 17 жыл ауылдың мектебінде мұғалім болғанмын. Сол кәсібім сол деп ауылда тұра берер едім, бірақ сол жаңа жағдайлармен осы жаққа кеттім. Қазір осында жұмыс істеймін. Жанат аға, сізге бір сұрақ. Ауылдарыңыз сонша неге күйзеліп жоқ болған? Оны көп жағдайдың несі мынау мысалға алсақ, мінекей біріншіден ең өзі ауылдың бір ауыр несі мынау бізге деген жол жоқ. Жол мына кезде жаңа бізде салды, алдында тоже грейдерді, мынау лабанмен зерендіні қосып тұратын. Қазір асфальт ол жерде. Енді сол құрып кеткен бір 6 километр жеріміз бар. Сол жол жоқ деп айтуға болады. Ол жол бір білмеймін, 51-ші жылы салынған жол. Жарты ғасыр бұрын. Иә, жарты, қайда жарты, уже скоро 100 жыл болады шығар. Сол жолымыз әлі соғалпы. Ешқандай жөндейтін ешкім жоқ. Акиматқа барсақ, акимат біз не алғанбыз да, сол жол жағда несін көтертіп бізіп. Қайда бардыңыздар? Ауылға ма әлде? Жоқ, онда ауданға барғанбыз. Біз міне 2022 жылы біз бөлініп шыққымыз келгенде жерімізді алып, егін егетін жер. Иә, егін егетін пашнямыз бұл біздің сонда пайымыз. Және де осылай мінекей шығып, өзіміз 3-4 адам ауылда не қылғымыз келгенде. Егін сеуіп, сол ауылға көмектесейік деп көмегіміз болса. Сол енді сонда біз аудан әкімшілігіне бардық біз. Осы сұрақтарды қойғанбызда. Сонда әкімі өзі келе алмады, бірақ несін жіберді, орынбасарын жіберді. Сонда ауылда бізде кішігірім бір жиналыс болғанда. Сәлім болды өзі. Сәлім деген кім? Сәлім деген біздің біздің ТО біздің ауылды алған, міне уже 25 жылдан асты. Алғанда былай болды. Біз ауылда алдында Қарымсақов Жұмаш деген кісі, Жұмабек аты. Сол кісі управляющий болып тұрды. Содан өзіңіздер білесіздер, советтік үкіметі құлағаннан кейін, сонда бізде бір нелер келді. Инвесторлар. Иә, инвесторлар сол 2 жылдай біреу ұстады, содан тағы 1 жыл ұстады. Содан біз солай не қылмайық деп, анаған қарамайық, мұнаған қарамайық деп, сол Жұмаш ағамыздың қазір ол кісі жоқ, қайтып кеткен. Сол кісі жиналыс ашып, ауылда үлкендері, оған емес, енді үлкендері жиналыс ашып, сонда ауыл ыдырамасын, ауыл кетпесін, осы мінекей техника, мінекей несі жүрілетін, жүрілмейтін бәрі қана строение, солар бәрі қалсын. Өзімізде ауылдың жігіті келіп, Сәлім деген жігіт келді. Фамилиясы қалай? Байбазаров Сәлім. Әкесінің аты қалай? Әкесінің аты қазір айтамын. Қазір. Қожа. Ол Сәлім сіздердің ауылдарыңыз тумасы ма? Тумасы, әкесі біздің ауылдың кісісі ғой. Ол кісі ертеде сол кетіп, Валихан жағында бір бастық болған ба. Содан осы міне Сәлім баласы. Содан ешқайда бармай ауылдың кісісі ғой деп сол Сәлімге
сол Марат пен Сәлімге Сальмар деген не сол ұжым, соған бәрі қауыл болып, сол жаңа айттым ғой, техникамызбен ештеңе бөлінбей алынбастан сол кісіге бердік. Енді сеніп берілді. Одан кейін ол кісі сол алғаннан кейін міне шын айтам, сондай ауылға ешқандай жақсылық. Сонда ол қазір аталмыш жаңағы ТО ғой, Сальмар қанша жылдан бері елді ұстап тұр? 25 жылдан асты. 25 жыл бұрын ауылда қанша үй болды? Ауылда 120-дан аса үй болғанда. Неше жылдық мектеп болды? Бізде 10 жылдық, соңғы 11 жылдық болды, сонынан мектеп болған. Жаңа айттым, өзім мұғалім болып жұмыс істеген. Қандай пәннен бердіңіз? Мен НВП сағынан бердім. Қазіргі таңда қанша бала бар екен онда? Вот мне точно 10-нан аса, где-то 11 ма 13 ба бала ғана қалды. Бастауыш сыныптар. Бастауыш сыныптар. Мектебі қалай, үлкен ба? Мектеп үлкен, кезінде салынған 2 этажды мектеп. Мектебіміз жақсы, мектебіміз оңды, сондай. Күшті сондай мектеп болғанда. Енді қазір мінекей орысша айтқанда стадия закрытия. Енді қалай ойлайсыз, сіздің ауылдарыңыз болашағы бар ма? Болашақ қазір көрініп тұрған жоқ. Неге? Болашағы көрініп тұрған жоқ.